Сәлем достар, сіздермен бірге тек қана пайдалы арнасы. Бүгінгі пайдалы ақпаратының тақырыбы жұмыртқа жайында болмақ. Жұмыртқада калория аз. Бір жұмыртқаның құрамында орта есеппен 76 калория ғана бар, ал майлылығы небәрі 10%. Жұмыртқа ағзадағы холестерин мөлшерін төмендетіп, жүрек, жүйке және онкологиялық аурулардың пайда болуына жол бермейді. Жұмыртқаның адам ағзасына берер пайдасы мол екенін бұрыннан белгілі. Жұмыртқаны алғаш пайдаланған ерлердің бірі Үндістан деген деректерде бар. Ертеде қыз-келіншектер әжімнің көзін жою үшін немесе шаштары қатты болу үшін жұмыртқаны пайдаланған. Ал ер азаматтар жорыққа не шайқасқа шықпас бұрын жұмыртқамен ауқаттанған. Сондай-ақ өз жарақаттарын жұмыртқа басу арқылы жазған екен. Жұмыртқаны қайнатып, қуырып жеу арқылы асқазанды ғана емес, бар ағзаны пайдалы элементтер мен дәрумендермен толтыруға болады. Құрамындағы ақуыз, йод, фосфор, селен, тағы сол сияқты элементтер созылмалы аурулардың алдын алады. Сондай-ақ оның құрамында А, Б, Д, Е дәрумендерінен бастап бас-аяғы 13 дәрумен кездеседі. Қазіргі таңда көптеген жас қыздар бетке әжім түспес үшін жұмыртқаны балмен араластыру арқылы бетке маска жасайды. Әншілер де жұмыртқаның ақ уызын ішу арқылы дауыс, яғни үн жақсы шығады делінген. Көзіңізге сүйел шыққан кезде қайнаған жұмыртқаны ыстық күйінде басыңыз. Сондай-ақ қатты тамақ ауырған кезде қайнаған жұмыртқаны жылы күйінде мойныңызға қойып, қайта-қайта домалатыңыз. Жұмыртқаны таңдаған кезде оның сыртқы қабығына мән беріңіз. Егерде қабықшасы кедір-бұдыр, түсі өзгешелеу болса, оны алмаған жөн. Мұндай жұмыртқаның мерзімі өтіп кеткен. Дүкеннен сатып алған жұмыртқаның таңбасына немесе қораптағы жазуына қарап жұмыртқаның қандай екенін анықтауға болады. Сондықтан жұмыртқаны сатып аларда оның таңбасына аса мән беріңіз. Мәселен, жұмыртқа сыртында Д деген жазу болса, онда ол диеталық жұмыртқа деген сөз. Оның сақтау мерзімі 7 күн. Егерде С деген жазу болса, ол столовый деген сөз. Демек, асқа пайдалануға арналған жұмыртқа. Ал егер жұмыртқаның сыртында ондай жазу болмаса, міндетті түрде қораптағы жазуға мән беріңіз. Себебі қорапта барлық мәліметтер, сақтау мерзімі және қандай санаттағы жұмыртқа екені жазылады. Жұмыртқа сыртында таңдаулы, яғни отборный деп тұрса, онда ол сапасы ең жоғары жұмыртқа деген сөз. Ал бір категория деп тұрса, онда ол таңдаулы жұмыртқадан кейінгі санаттағы жұмыртқа. Сол секілді екінші, үшінші категория деген жұмыртқа санаттары да бар. Ал қолдың жұмыртқасын сатып алған кезде немесе үйіңіздегі тауықтың жұмыртқасын жинаған уақытта сырты лас болып тұрғанын көреміз. Сондықтан мұндай жұмыртқаны бірден тамаққа пайдалануға болмайды. Өйткені сырты таза болмағандықтан мұнда түрлі бактериялар болуы мүмкін. Сол себепті ең бірінші жұмыртқаны жуып алған дұрыс. Ол үшін ыдысқа су құйып, бір ас қасық тұз салып жұмыртқаны жуған кезде сыртындағы бактериялардың бәрі өледі. Адамдардың көпшілігі ақ жұмыртқаға қарағанда қоңыр жұмыртқаның пайдасы және құнары бар деп салыстырып жатады. Алайда, мұнда жұмыртқа түсінің ешқандай да маңызы жоқ. Жай ғана ақ тауықтың жұмыртқасы ақ болса, қара тауықтың жұмыртқасы қоңыр болады. Жұмыртқа көлемі әрдайым бірдей бола бермейді. Бірі үлкен болса, бірі кіші болып келеді. Олардың айырмашылығы да сол жұмыртқа түсі секілді тауықтың жасына байланысты болады. Жұмыртқаны да шамадан тыс жеуге болмайды. Егерде ағзада ақуыз мөлшері көп болса, зат алмасу процесі бұзылып, бүйректің қызметіне кері әсер етеді. Сондықтан күніне 2 жұмыртқадан артық тұтынбаған дұрыс. Сонымен қатар жұмыртқа құрамында холестерин көп. Сондықтан қанында холестерині жоғары адамдарға шамадан тыс жұмыртқаны тұтынуға болмайды.